ұсақ-түйектердің құдіреті. 2003 жылы Британия велоспорт федерациясының тағдыры бір күнде өзгеріп шыға келді. Ұлыбританияның кәсіби велоспорт қауымдастығы Дэйв Бреслоуді бас бапкер қызметіне шақырды. Жаңа бапкер келгенге дейін Ұлыбритания велосипед спортының үлкен жетістікке жетпегеніне 100 жылға жуықтаған. 1908 жылдан бері Британия велосипедшілері Олимпиада ойындарында бір ғана алтын медаль алған. Ал әйгілі Тур де Франс көп күндігіндегі нәтижесі бұдан да нашар болды. 110 жылда бірде-бір Британия велосипедшісі бұл жарыста жеңіске жеткен жоқ. Ең сорақысы, Британия велосипедшілерінің жарыстағы нашар көрсеткіштерінен көңілі қалған Еуропада ірі велосипед өндірушілердің бірі Британия командасына тауарын сатудан бас тартады. Себебі компания басшылығы тұтынушылар бұл команданың сәтсіздігін олар мінген велосипед сапасынан көріп, соның салдарынан сатылым азайып кете ме деп қауіптенген. Бреслоуд Британия велосипед спортын жаңа деңгейге көтергісі келді. Оның басқа бапкерлерден айырмашылығы, Бреслоуд әр нәрседен мейлінше жоғары нәтиже шығаруды көздеген табанды адам болатын. Стратегия философиясы да қарапайым еді. Бапкер қолға алған кез келген істі нәтижемен аяқтауға ұмтылды. Басты ұстаным мына ойдан туған: егер сіз құлап қалып, жоғалтқан уақыттың тым болмаса 1% қайтару үшін велосипед жылдамдығын арттырсаңыз, осы тәріздес пайыздарды жинақтау арқылы айтарлықтай жақсы нәтиже шығаруға болады, дейді Бреслоуд. Жаңа бапкер мен оның командасы құрама кәсіби командасына шығару үшін ұсақ-түйек өзгерістерден бастады. Олар велосипед орындығы ыңғайлы болу үшін оның пішінін өзгертеді. Дөңгелектің жолда үйкелісін жақсарту мақсатында оны спиртпен сүртіп отыратын болды. Атлеттердің бұлшық еттің қозғалыс кезінде бір қалыпты температурада ұстау үшін оларға электр жылытқышы бар күртелер кигізді. Атлет ағзасының ауыртпалықты қаншалықты көтеретінін бақылап отыру үшін биологиялық сенсорлар қолданады. Команда маталар түрін аэродинамикалық ғимаратта сынап көріп, далада өтетін жарыстардың киімін жабық велотректердің киіміне алмастыру деген қорытындыға келеді. Өйткені мұндай киім жеңіл әрі желге қарсы жүруге ыңғайлы келеді. Олардың ізденісі мұнымен біткен жоқ. Бреслоуд оның командасы бұрын ескерілмей келген немесе жетілдіруді қажет етпейтіндей көрінген жайттардың бәрін саралап, барлық саланы тым болмаса 1%-ға жақсарту жолдарын ойластырды. Атлет бұлшық етін қалпына келтіретін массаждарға арналған гельдерді сынап көрді. Спортшылар арасында респираторлық жұқпалы аурулардың тарауына жол бермеу үшін қолды дұрыс жууды үйрететін дәрігерлер жалдайды. Велосипедшілердің ұйқысы қанық болу үшін жайлы жастық пен ыңғайлы матрас алынады. Тіпті олар команда автокөлігінің ішін ақ түске бояп қойды. Сөйтіп велосипед механизміне кері әсер етуі мүмкін кір мен шаң тозаңдардан арылды. Осы секілді көптеген ұсақ-түйек өзгерістерден соң құрама жұмысы ілгеріледі. Бреслоуд бастаған Британия құрамасы 5 жылдан соң 2008 жылы Пекинде өткен Олимпиада ойындарында жолда және тректегі жарыстарда топ жарып, күтпеген жерден алтын жүлделердің 60%-ын жеңіп алды. 4 жылдан соң Лондонда өткен Олимпиада ойындарында Бреслоуд шәкірттерінің нәтижесі одан сайын жақсарып, британдықтар 9 Олимпиада және 7 әлем рекордын жаңартты. Сол жылы Брэдли Виггинс Тур де Франста жеңіске жеткен алғашқы британдық велоспортшы атанды. 1 жылдан кейін оның командаласы Крис Фрум әйгілі көп күндікте жеңіске жетіп, одан кейінгі 2015, 2016 және 2017 жылдарда жеңімпаздардың сары жейдесін сақтап қалды. Фрумның арқасында команда 6 жылдың ішіне 5 рет Тур де Франс чемпионы атанды. 10 жыл бойы 2007 жылдан 2017 жылға дейін Британия велосипедшілері әлем біріншіліктерінен 178 рет жеңіске жетіп, Олимпиада және Паралимпиада ойындарында 66 алтын жүлде алды. 5 мәрте Тур де Франс жарысында топ жарды. Бұл жетістіктер велосипед спорты тарихында алтын әріптермен жазылды.
осынау жетістіктердің сыры неде? қатардағы спортшылардан жасақталған команда ұсақ-түйек өзгерістердің арқасында қалай әлем чемпионы атанды? бұл елеусіз өзгерістер ғажайып нәтижеге қалай айналды? оларды біз өмірде қалай жүзеге асыра аламыз? ұсақ-түйек әдеттердің көмегімен керемет нәтижеге қалай жетуге болады? күнделікті күйбең тірлікте ұсақ-түйек өзгерістерді елеусіз қалдырып, оның орнына маңызды сәттерге мән беріп жатамыз. Диета ұстасақ та, бизнес бастасақ та, кітап жазсақ та, жарысқа қатыссақ та, басқа да көздеген мақсатқа жету үшін көбірек күш салу керек деп есептейміз. Солардың қай-қайсысы болсын, біз көпшіліктің есіне қаларлықтай жетістікке жетуді аңсаймыз. Соған жеткенше жанымыз жай таппайды. Ал 1%-ға болса да өзімізді жетілдіруге мән бермейміз. Тіпті кей жағдайда оны елеусіз қалдырамыз. Алайда келешекті жоспарлағанда дәл осы ұсақ-түйек өзгерістер әлдеқайда маңызды болуы мүмкін. Күнделікті кішкентай қадамымыз бірнеше күнде үлкен жолға шығарады. Мұның арифметикасы қарапайым. Өзіңді 1 жыл бойы күнделікті 1%-ға ғана жетілдіріп отырсаңыз, жыл соңында бастапқы қалпыңыздан 37 есе жақсарасыз. Сол сияқты 1 жыл бойы күнде жағдайыңыз 1%-ға нашарлап отырса, жыл соңындағы межеңіз 0-ге дейін түсіп кетуі мүмкін. Кішігірім жеңіс немесе елеусіз жеңілістен басталатын дүние түптеп келгенде айтарлықтай үлкен формаға ие болады. Әдет адамның өзін-өзі жетілдіру процесі. Банк есепшотында ақшаның үстеме ақымен көбейіп отыратын секілді, күнде қайталанатын әдет дағдыға айналып, оның да нәтижесі арта түседі. Есепшотта ақшаны күніне есептегенде өсім байқалмауы мүмкін, ал бірнеше ай немесе бірнеше жылдан кейін оның айтарлықтай өскенін білесіз. 2, 5 немесе 10 жылдан соң өткенге көз салсаңыз, жақсы әдетіңіздің нәтижесін бірден байқайсыз. Теріс әдетіңіздің салдары да білініп тұрады. Біз қарастырып отырған күрделі тұжырымды бір күннің өлшемімен алуға келмейді. Себебі біз әдетте болмашы өзгерістерге мән бермейміз. Өйткені олар нақты бір уақыт аралығында маңызсыз болып көрінеді. Дәл қазір ақша үнемдесеңіз, бірден миллионер болып кетпейсіз. Спорт залына қатарынан 3 күн барсаңыз да, бірден шымыр болып шыға келмейміз. 1 сағат Қытай тілін оқығанымызбен ол тілді меңгеріп кете алмаймыз. Біз өзгерісті ақырындап бастаймыз. Бірақ оның нәтижесі ешқашан бірден келмейді. Сол себепті көбісі қолды бір сілтеп, бұрынғы қалпына қайта түсіп жатады. Өкінішке орай бір сәтте өзгеру мүмкін емес. Есесіне ескі әдетті қайта бастаған оңайырақ көрінеді. Ағзаға зиянды калориясы көп тамақ жеген күні таразыдағы салмағыңыз бірден артып кетпеуі мүмкін. Түнімен жұмыс істеп, отбасыңызға көңіл бөлмеген күні олар сізге бірден ренжи қоймайды. Жаңа жобаны бірден бастап кете алмай, күнде ертеңмен жүріп алсаңыз, оны өткізетін уақыттың тым аз қалғанын байқамайсыз. Себебі осы сәттегі әрекеттің салдары көзге бірден көрінбеуі мүмкін. Бар болғаны 1% қателікті күнде жіберіп, үнемі қайта қабылдап қалт басқан қадамдарды ақтап алу арқылы аз-маз кемшіліктерді қайталай берсек, бір қарағанда елеусіз көрінетін күнделікті өзгеріс, теріс әрекеттеріміз болашақта орны толмас жағымсыз нәтижеге айналуы әбден мүмкін. Бұның бәрі бұрыс шешімдердің ортақ жиынтығы, яғни анда-мұнда кеткен 1% қателік алдағы уақытта үлкен проблема туғызады. Әдет дағдыны өзгерту нәтижесін ұшақ бағытын бірнеше градусқа ғана өзгертумен салыстыруға болады. Мысалы, Лос-Анджелес қаласынан Нью-Йоркке ұшып шықтыңыз делік. Лос-Анджелестен ұшқанда ұшқыш бағыты бар болғаны 3-5 градусқа оңтүстікке бұрса, сіз Нью-Йорк қаласына емес, Вашингтонға барып қонасыз. Ұшқан кезде мұндай болар-болмас өзгерісті байқамауыңыз мүмкін. Өйткені ұшақ тұмсығы бірнеше фут қана бұрылады. Алайда ақш-тың үлкен аумағымен өлшегенде ұшақ қонатын нүкте бірнеше 100 мильге өзгеріп шыға келеді. Сол секілді күнделікті әдетіңізді аздап өзгертіп отырсаңыз, өміріңізде басқа арнамен ағады. 1%-ға жақсаруды қалайсыз ба, әлде бұрынғы әдетіңізден танбайсыз ба? Шешім қабылдар сәтте мұндай таңдаудың айырмасы анық байқалмауы мүмкін.
бірақ адам өмірі өлшемімен алар болсақ, дәл қазір сіз кімсіз және қандай болуыңыз мүмкін еді деген сауалдардың көмегімен таңдау айырмасын ажыратуға болады. Табыс өмірде бір-ақ рет болатын үлкен өзгерістің емес, күнделікті әрекеттердің жемісі. Бұдан шығатын түйін: сіздің дәл қазір табысты адам болу-болмауыңыз аса маңызды емес. Бойыңыздағы әдеттеріңіз сізді қаншалықты табысқа жетелей алатыны ғана маңызды. Сіз қазіргі жетістіктерге емес, даму бағытының деңгейіне баса назар аударуыңыз керек. Миллионер бола тұра ай сайынғы шылым кірісіңізден асып түссе, демек сіз таңдаған даму траекториясы дұрыс емес. Ақша жұмсау әдетіңіз өзгермесе, болашақта оның нәтижесі жақсы болмайды. Керісінше, бұл әдетіңізді өзгертіп, ай сайын аздап болса да үнемдей бастасаңыз, түптеп келгенде ақша тұрғысынан басқа кіріптар болмайсыз. Жетістіктер — уақыт өте қалыптасқан әдеттердің көрінісі. Сіздің қаржылық жағдайыңыз ақша жұмсау әдетіңіздің нәтижесі. Дене салмағыңыз тамақ жеу әдетіңіздің нәтижесі. Біліміңіз оқуға құштарлық туғызған әдетіңіздің нәтижесі. Үйіңіздің үнемі шашылып жатуы үй жинауға әдеттенбегеніңіздің нәтижесі. Нені үнемі қайталасаңыз, соның нәтижесін аласыз. Өмір соңында қандай адам болатыныңызды болжау үшін кішкентай жетістіктер мен жіберген аз-маз қателіктерден тізіп траекторияға көз жүгірту жеткілікті. Сонда бойдағы әдеттердің 10-20 жылдан кейін қандай нәтижеге жеткізетінін түсінесіз. Ай сайын тапқан табысыңыздан жұмсайтын шығыныңыз аз ба? Апта сайын спорт залына барасыз ба? Кітап оқып, күніне жаңа дүние тануға талпынасыз ба? Бойдағы әдеттердің осы секілді байқалмайтын бақталасы сіздің болашақтағы меніңізді анықтайды. Табыс пен сәтсіздік арасын уақыт алшақтата түседі. Сіз осылардың қайсысына көбірек көз салсаңыз, уақыт соның нәтижесін арттырады. Жақсы әдет уақытқа серік болса, жаман әдет оның дұшпанына айналады. Әдеттер қылыштың екі жүзі іспетті. Бірі қауіпті, бірі пайдалы. Жақсы әдеттер өрге жетелесе, жаман әдеттер орға жығады. Сондықтан ұсақ-түйекке мән беру маңызды. Әдеттердің қалай жұмыс істейтінін түсініп, оны басқаларға білсеңіз, қылыштың қауіпті жүзінен оңай құтыласыз. Әдеттер сізге немесе сізге қарсы қызмет етуі мүмкін. Оның әсері: жұмыс өнімді болады. Тапсырманы артығымен орындағанды күнделікті жұмыс деп қабылдасаңыз, дәл сондай артық атқарылған істер ғана мансапқа жетелейтінін біле жүріңіз. Күнделікті тапсырмаларды автоматты түрде орындау, тіпті жанасына машықтану нәтижесі де одан да асып түсуі мүмкін. Өйткені ойланбай атқарылған тапсырмалар көбейген сайын басқа салаларды меңгеруге қажетті уақыт артыла береді. Білім артады. Жаңа идеяларды меңгеруден ғалым болып кетпесеңіз де, ілім-білім танытуға құштарлықпен одан әрі жетеле түсуге деген ұмтылыстың арқасында болмысыңызды өзгерте аласыз. Оқыған кітаптардың бәрінен дүниетанымыңыз одан сайын артып, ескіге жаңа көзқараспен қарай бастасаңыз, Уоррен Баффет айтпақшы, білім солай жұмыс істейді. Уақыт өткен сайын қатпарланып, күрделене түседі. Қарым-қатынас дамиды. Айналадағы адамдарды қалай қабылдасаңыз, олар да сізге солай қарайды. Басқаларға қол ұшын созсаңыз, олар да сізге көмектесуге ұмтылады. Көпшілікпен араласқанда мейірімді, кеңпейіл болсаңыз, уақыт өте келе таныстарыңыз бен достарыңыз көбейеді. Теріс әсері қандай? Күйзеліс артады, кептеліске бола ашулану, ата-ана жауапкершілігін ауыр сезіну, бір жалақыдан екіншісіне қалай жетем деп уайымдау. Бұның бәрі баршамыз жақсы білетін күйзеліс себептері. Оны бірден қабылдауға немесе ұмыта салуға болады. Дегенмен осы тәріздес уайымдар жылдар бойы үзілмесе, түкке тұрғысыз көрінетін мұндай күйзелістер денсаулыққа үлкен зиян тигізуі мүмкін. Жаман ойлар көбейеді. Өзіңізді түкке тұрғысыз, ақымақ, сыйықсыз адам деп жазғырған сайын, өмірдегі, айналадағы да дәл солай қабылдайсыз. Осындай көзқарастың тұтқыны боласыз. Басқалар туралы да солай ойлай бастайсыз.
Айналадағыларды қатыгез, арам немесе өзімшіл деп қабылдаған сайын сізге әлемдегі барлық адам жауыз болып көрінеді. Агрессия артады. Бүлік шығару, қарсылық көрсету, көпшілікті жамандыққа үгіттеу секілді қылықтар бір күнде пайда болмайды. Күнде қайталанған күйзелістер мен микроагрессиялар булығып жинала берсе, күндердің күнінде ол белгілі бір себептермен жарылып, одан шыққан зорлық-зомбылық, алапат өрттей тез жойылып кетеді. Прогреске қалай байқауға болады? Үстел үстінде бір түйір мұз жатыр деп елестетіңіз. Бөлме суық, үрлегенде бу шығады. Ауа температурасы -4 градус. Бөлме температурасы біртіндеп көтеріле бастайды. -3-те 5, -2-де 5, -2. Бір түйір мұз әлі үстел үстінде жатыр. -1-де 5, -1, -0-де 5. Әзірге ешқандай өзгеріс байқалмайды. Температура ақырындап 0-ден көтеріледі, мұз да ере бастайды. Температураның жарты градусқа ғана артуынан айтарлықтай ештеңе өзгермейтіндей көрінген. Алайда ол тоқтаусыз көтеріле береді де үлкен өзгеріс туғызады. Үлкен өзгерістерді әдетте үздіксіз қайталаған кішкентай әрекеттер тудырады. Мұндай ұстаным барлық салаға да ортақ. Қатерлі ісік ағзада ұзақ уақыт жасырын өмір сүріп, 80%-ға жетілгенде ғана байқалады. Одан соң бірнеше айдың ішінде бүкіл ағзаны жаулап алады. Бамбук ағашы алғашқы 5 жылда мүлдем өспейді. Өйткені ол алдымен тамырын тереңге жайып, жерге мықтап орнығады. Содан кейін 6 аптаның ішінде ғана бірден 22 метр биікке көтеріледі. Адам бойындағы әдеттерді соған теңестіруге болады. Өйткені оларды күнделікті өмірде бірден байқамаймыз. Сын сағатта немесе өмірдің жаңа белесіне шыққанда ғана олардың бар екенін түсінесіз. Қандай да бір жаңа мақсатқа жету жолында түнілу жазығы жатуы мүмкін. Мақсатқа тура жолмен тезірек жетуге болады деп ойлайсыз. Бірақ алғашқы бірнеше күн, апталар, тіпті айлар өтсе де одан ешқандай нәтиже шықпайды. Ілгері жылжу жоқ. Бір орнына тапжылмай тұрғандай әсер етеді. Шын мәнінде мұның өзі кез келген процеске тән құбылыс екенін ескерген жөн. Ең ауқымды нәтижеге ұзақ уақыт бойы дайындалып барып қана жетуге болады. Адам бойында айнымас әдет қалыптастырудың қиындығын да осылай түсіндіруге болады. Адамдар кейде бірнеше талпыныстан соң өзі қалаған өзгерісті көрмей бастаған ісін соңына дейін жеткізбей тастап кетеді. Мәселен, сіз күнде жүгіремін, бір апта болды, неге ешқандай өзгеріс байқалмайды деп ойлайсыз. Ақырында осы ойға өзіңіз иланасыз. Өйткені жақсы әдеттің жаман әдетке орын беруі оңайырақ. Ал айтарлықтай нәтижеге шығу үшін бір істі ұзақ уақыт бойы әдетке айналдырғанша қайталау керек. Сонда ғана діттеген белесті бағындыруға болады. Мен мұны жасырын потенциал белесі деп атадым. Бойға жақсы әдет тарту немесе жаман әдеттен арылу үшін өз менімен күресуге тура келсе, демек сіз өз-өзіңізді жетілдіру қабілетінен айырылып қалғансыз. Әдетте бұл сіздің жасырын потенциал белесін бағындыра алмай жүргеніңізді білдіреді. Аянбай жұмыс істесем де жетістікке жете алмадым деп өкпелеу 25-31 градус суық температурада мұз ерімейді деп ренжігенмен бірдей. Сіздің еңбегіңіз еш кетпейді, ол ақырын жиналып жатыр. Температура 32 градусқа көтерілгенде ғана үлкен өзгеріс нышаны байқалады. Күндердің күнінде сізде жасырын потенциал белесін бағындырасыз. Сол сәтте бұл жетістігіңіз айналадағы адамдардың аузынан түспейтін болады. Бұлай дейтін себебіміз сырт көз ерекше көрінетін оқиғаларды ғана байқайды. Ал осынау жетістікке жету үшін ұзақ уақыт аянбай еңбектенгеніңіз сізге ғана мәлім. Ал айналадағылар соның бірін де елеген жоқ. Бұл көріністі тектоникалық қысыммен салыстыруға болар еді. Қатар жатқан екі тектоникалық тақтаның миллиондаған жылдар бойы бір-бірімен үйкеліп, шегі жарасқан сәтте олардың арасында қысым күшейе түседі. Күндердің күнінде тақталар ғасырлар бойы қайталанған сол әдетімен бір-біріне тағы бір мәрте жарасқанда арасында өте күшті қысымдан жер сілкінеді. Бұл дүмпуді ұзақ жылдар бойы
үздіксіз жалғасқан өзгерістер процесі тудырғанын білеміз. шебер болу үшін шыдамдылық керек. ұлттық баскетбол ассоциациясында талай жетістіктерге жетіп, Сан-Антонино Сперс командасы киіну бөлмесіне әлеуметтік реформатор Якоб Рийстің дүниеден баз кешіп қиналған сәтте мен тас қашауға қараймын. 100 соққы тиген тастың бетінде бірде-бір жарықшақ байқалмайды, бірақ біз 101-ші соққы тасты екіге бөліп түсіреді. Сол кезде мен тасты жарған соңғы соққы емес, оған дейінгілері екенін түсінемін, деген сөзін іліп қойған. ұлы оқиғалардың барлығы ұсақ қадамдардан басталады. Адам бойындағы кез келген әдет кезінде бір ғана болмашы әрекеттен қалыптасқан. Ол әрекет қайталана берген сайын бойға дарыған әдет ағаш секілді өркендейді, тамыры тереңдеп тарамдана түседі. Ал жаман әдеттен арылуды іштегі алып еменді балталаумен сипаттаса болады. Сол сияқты жақсы әдет қалыптастыру ұзақ уақыт бойы қылтиып тұрып, бір күнде қауыз ашатын ғажайып гүлге ұқсайды. Ұзақ уақыт бойы бір әдетті бойға сіңіріп, жасырын потенциал белесін бағындыру арқылы жаңа деңгейге көтерілудегі басты фактор не? Кейбір адамдардың орта жолға келгенде ескі әдетін қайта басып, енді біреулердің қалыптасқан әдетпен сәтті өмір сүруінің сыры неде? Әдетте біз жетістікке тура жолмен жетуге ұмтыламыз, оған жеткенше асығамыз. Өмір шындығы сол. Қанша күш жұмсасан да, оның нәтижесі уақыт келе көрінеді. Ал оған дейін атқарылған жұмыстардың қаншалықты маңызды екенін түсінуге айлар, тіпті жылдар да қажет болады. Кейде апталап, айлап тынбай әрекеттенгендер оның нәтижесін көре алмай, бастаған ісін аяғына дейін жеткізбей үзіп жатады. Еңбек еш кетпейтінін ұмытпаған жөн. Нәтиже бірден емес, біртіндеп көтеріледі. Атқарылған жұмыстардың жемісін көретін, күш-жігердің бекер жұмсалмағанын түсінетін сәтті төзіммен күту керек. Мақсат қоюды ұмытып, жүйелі әрекетке көшіңіз. Адамдар өмірде шымыр болуға, табысты кәсіп құруға, жақсылықты ғана ойлап, уайымнан арылуға, достарымен жиі араласуға ұмтылады. Көпшілікке мәлім, бұл қағидалар айқын мақсаттардан тұрады. Мен де ұзақ жылдар бойы осы қағидалардан ауытқымауға тырыстым. Солардың әрқайсысы менің мақсатыма айналып, соған жетілуге ұмтылдым. Мектепте жақсы баға, спорт залында көтеретін салмақ, кәсіптен табатын табыс, мақсатым осыларға қатысты болды. Кейбіреуі орын алды, бірақ көбіне жете алмадым. Сонда ғана мен нәтиже мен алға қойған мақсат арасында айтарлықтай байланыс жоқ екенін түсіндім. Нәтижеге жету үшін жүйелі әрекетке көбірек мән беру керектігін ұқтым. Жүйе мен мақсаттың арасында қандай айырмашылық бар? Оны түсінуге маған Дилберт туралы комикстің авторы, карикатурашы Скотт Адамстың көмегі тиді. Мақсат сіз аңсаған нәтижемен байланысты болса, жүйе дегеніміз сол нәтижеге жеткізетін әрекеттер жиынтығы. Мысалы, сіз бапкерсіз, мақсатыңыз жарыста жеңіске жету. Сіздің жүйеңіз ойыншы жинау, көмекшілерді басқару және жаттығу жүргізу әдісі. Сіз кәсіпкерсіз, мақсатыңыз миллиондаған долларлардың кәсібін құру. Сіздің жүйеңіз жаңа тауарларды сынауға, жұмысшы жинауға және жарнама науқанын ұйымдастыруға қатысты болады. Сіз музыкантсыз, мақсатыңыз жаңа туындыны жарыққа шығару, сонда сіздің жүйе дайындық, уақытына қиындықты еңсеру әдісі ұстазды тыңдау қабілетіне байланысты болады. Қызықты бір сұрақ қояйын. Мақсат қоюдан қашып, жүйелі әрекеттерге ғана көңіл бөлсеңіз, көздеген нәтижеге жетер ме едіңіз? Мәселен, сіз баскетбол командасының бапкерсіз делік. Жарыстарда жеңіске жетуді ойламай, команданың күнделікті жаттығуды қалай өткізетініне ғана ден қойсаңыз, көздеген нәтижеге жете аласыз ба? Жете аласыз. Спортшының жарысқа қатысудағы мақсаты мейлінше көп ұпай жинап, жеңіске жету. Бірақ ұпай жинау маңызды болса, ешкімнің есеп көрсетілген таблоға ғана қарап тұрмайтыны анық қой. Жеңіске жетелейтін жалғыз жол үздіксіз жаттығып,
шеберлікті шыңдай түсу. Суперкубоктың 3 дүркін жүлдегері Билл Уолштың сөзімен айтсақ, өз ісіңді біл, есеп қалай өзгеретінін өзі біледі. Сондықтан спортқа ғана емес, өмірдің басқа да салаларына қатысты айтылған ақиқат. Үздік нәтижеге жеткіңіз келсе, мақсат қоюды бір сәт ұмытып, оған жету жүйесіне зер салыңыз. Мұнымен не айтқым келеді? Мақсатқа ұмтылудың ешқандай пайдасы жоқ па? Әдетте пайдасы бар. Мақсат қою арқылы даму бағытын анықтауға болады. Бірақ жүйелі әрекет прогреске жетудің ең тиімді әдісі. Мақсатты айқындауға көп уақыт бөліп, жүйелі әрекетке назар аудармасаңыз, онда сіз бірнеше проблемаларға тап болуыңыз мүмкін. Бірінші проблема – жеңген де жеңілген де бір мақсатты көздейді. Жеңімпаздар ғана мақсатты дұрыс қоя біледі деген алдамшы түсінік қалыптасқан. Біз жеңімпаздарды ғана елеп, олар дұрыс мақсат қойғандықтан осы жеңіске жетті деп ойлаймыз. Бірақ одан жеңіліп қалған адамның да мақсаты жеңу екенін ескермейміз. Олимпиада ойындарына қатысатын әрбір спортшы алтын жүлде алуды армандайды. Жұмыс іздеушілердің барлығы жақсы жұмыс тапқысы келеді. Жеңген мен жеңілгені мақсатты бір екен демек. Жеңімпаздан басқалардан айырмашылығы оны мақсатымен ғана түсіндіру қате болып шығады. Мысалы, Британия велосипедшілердің жеңіс тұғырына көтерілуіне Тур де Франс турнирін жеңу мақсаты себеп болған жоқ. Олар бұған дейін де осы көп күндікте топ жаруды армандаған, яғни мақсат баяғыда айқындалған. Британдықтардың ақырғы жеңіске жетуіне әрбір ұсақ түйекке көңіл бөліп, жүйелі түрде әрекет етуі себеп болды. Екінші проблема – мақсатқа жету. Сол сәтте ғана маңызды болатын өзгеріс. Бөлме астан-кестен шығып, шашылып жатыр деп елестетіңіз. Сіздің мақсатыңыз бөлмені мұнтаздай етіп тазалап шығу. Бар күшіңізді бөлме жинауға жұмсадыңыз. Мақсатқа жеттіңіз. Бөлме сол кезде тап-таза тұрды. Бірақ ескі әдетке басып тұрып, жатқан орынға салақ қарасаңыз, бөлменің сиқын қашыратын дүниелерді жинай беруді доғармасаңыз, көп ұзамай ол орын бұрынғы қалпына түседі. Оны жинап шығу үшін тағы да шабыт шақыруға тура келеді. Іс-әрекетті бір жүйеге келтірмегендіктен бұрынғы қалпыңызға қайта түстіңіз. Өйткені сіз себебін анықтамай, оның салдарымен ғана күрестіңіз. Мақсатқа жеткенде өмірдің дәл сол кездегі сәті ғана өзгереді, бірақ түбегейлі өзгеріс болмауы мүмкін. Біз нәтижені өзгертуге тиіспіз ойлаймыз, алайда негізгі проблеманы байқамаймыз. Өйткені нәтижені емес, соған жеткізетін жүйелі іс-әрекетті өзгерту керек. Мәселе шешуде нәтижені өзгертумен ғана шектелсеңіз, оның уақытша шешім болып шығады. Проблеманы жүйелі іс-әрекет деңгейіне шешуді үйренгенде ғана түбегейлі өзгеріске жетесіз. Мәселенің төркінін тапсаңыз, нәтиже көп күттірмейді. Үшінші проблема – мақсат бақытты шектейді. Әрбір мақсаттың астарында мақсатқа жетсем, бақытты боламын деген ой жатады. Ең алдымен мақсатқа жетуді ойлайтын адамдар бақытты болуды өмірдің келесі бір кезеңіне ысырып қойғанын сезбейді. Өзім де осы тұзаққа талай рет түскенмін. Жылдар бойы осы бақытқа лайықты адам болашақтағы мен деп ойлап келдім. Бұлшық етім 20 фунтқа жетіп, кәсібім туралы Нью-Йорк Таймс газеті жазған сәтте менен асқан бақытты жан болмайды деп армандайтынмын. Оның үстіне мақсаттар адамның ішкі арпалысын өршітеді. Не көздеген мақсатқа жету арқылы табысты адам боласың, не сәтсіздікке ұшырап, өзінен де жақындарының да үмітін ақтай алмайсың. Мұндай арпалыстар адамның бақыт туралы тынымын шектеп, тығырыққа тірейді. Үлкен қателік. Сіздің өмір жолыңыз мақсат қойғанда ойлаған бағытпен ғана өрбуі екіталай. Табысқа жетудің түрлі жолдары тұрғанда, өмірден ләззат алуды бір ғана сценариймен шектей салуға болмас. Жүйелі түрде әрекет етуді әдетке айналдырғандар әлде қайда зор нәтижеге жетеді. Қорытынды нәтижеге емес,
іс-әрекетін өзіне ден қоюды үйренсеңіз, бақытты болатын сәтті күтіп әуре болмайсыз, ал нәтиже өзі-ақ іздеп табады. Жүйелі әрекет жұмыс істеп тұрғанда өмірдің әрбір сәтінен ләззат аласыз. Жүйелі әрекет сіз ойлағандай бір ғана түрде емес, сан алуан сипатта көрініс табуы мүмкін. Төртінші проблема – мақсат қоюдың ұзақ процестерге кедергісі. Мақсатқа жетуді ғана ойлайтын адамдар түптеп келгенде йо-йо әсеріне, яғни тез ұмыт болатын нәтижеге кезігуі мүмкін. Мәселен, жиын аяқтаған дене бірнеше ай бойы тынымсыз шыңдалып, белгілі бір межені еңсерген соң жаттығуды тастап кетеді. Жарыс аяқталды, мақсат орындалды, енді оларды алға итермелейтін күш жоқ. Сол секілді бүкіл қажыр-қайратыңызды бір ғана мақсатқа жетуге жұмсадыңыз. Оған жеткеннен кейін не істейсіз? Әлбетте, адамдардың дені алға қойған мақсатқа жеткен соң мағынасыз тіршілікке оралып, ескі әдетін қайта бастайды. Мақсат қою белгілі бір ойында жеңіске жетуді ғана көздейді, ал жүйелі әрекет бір жеңістен кейін де ойынды жалғастыра беруге көмектеседі. Келешекті ойлау белгілі бір мақсаттың аясында шектеліп қалмау дегенді білдіреді. Ойлаудың мұндай түрі белгілі бір жетістікке ғана негізделмеген, ол өзін-өзі үздіксіз жетілдіру, нәтижені үнемі жақсартып отыру дегенді білдіреді. Сіздің үздіксіз жетіліп келе жатқаныңызды айқындайтын күш бір процесті тынбай қайталай беру әдетіңіз. Атомдар әдеттер жүйесі. Жаман әдеттерден арыла алмай қиналсаңыз, оның жеке басыңызға еш қатысы жоқ екенін біліп қойыңыз. Мәселенің бәрі жүйелі әрекеттің жоқтығында. Жаман әдеттер қайталана береді, бірақ ол сіздің өзгерісті қаламауыңызды емес, әрекеттердің бір жүйеге түспегендігінен қайталанып жатыр. Көздеген мақсат айқындаған деңгейге көтерілуге тырыспаңыз. Жүйелі әрекетіңіз қалай жұмыс істейтінін ұғынуға үміліңіз. Белгілі бір мақсатқа емес, жүйелі әрекеттерге зейін қою. Осы кітаптағы басты тақырыптардың бірі. Атом әдет деген сөз тіркесінің астарында осы мағына жатыр. Ұсақ-түйек өзгерістер, болмашы жетістіктер, 1%-ға жақсару деген ұғымдардың бәрі осы атом әдетімен байланысты екенін түсінген боларсыз. Бірақ оған кез келген ескі әдетті жатқызуға болмайды. Атом әдеттер үлкен жүйенің бөлшегі саналатын ұсақ әдеттер. Атом молекуланың құрамдас бөлшегі болса, атом әдеттер үлкен өзгерістерді түсетін шағын бөлшектер іспетті. Әдеттерді біздің өміріміздің атомдарына теңеуге болады. Олардың әрқайсысы түбегейлі өзгерістер түсетін іргелі бірліктер. Күнделікті қайталанып отыратын болмашы әрекеттер бірден байқалмайды, алайда олар уақыт өте келе бірігіп елеулі нәтижелерге жетуге көмектеседі. Елеулі нәтижелердің өзі кейін бастапқы әрекетіңізден әлде қайда зор көрсеткішке айналады. Әдеттер қалыптасу барысында осы байқалмағанымен адам өмірі үшін үлкен маңызға ие. Атом әдеттер сөз тіркесінің мағынасы да соны білдіреді. Орындалуы оңай әрі елеусіз, бірақ көп қайталанған сайын ғаламат күштің қайнар көзіне айналатын күнделікті тәжірибе немесе ұсақ-түйек әрекеттер, яғни адам болмысының бірте-бірте жетілу жүйесінің құрамдас бөлшегі. Осыдан шығатын түйін қандай? Әдеттерді өзін-өзі жетілдіру процесі негізінде жинақталатын күрделі пайыздармен салыстыруға болады. Күн сайын 1%-ға жақсарып отыру арқылы болашақта үлкен нәтиже шығарамыз. Әдеттер қылыштың екі жүзі іспеттес, олардың бірі сізге қызмет етсе, екіншісі қарсы жұмыс істеуі мүмкін. Сол себепті әрбір әдетке ерекше мән берген жөн. Кейде кішігірім талпыныстардан ештеңе өзгермейтіндей көрінуі мүмкін. Бірақ кез келген үлкен нәтиженің өзі ұзақ уақытқа созылған баяу процестерден тұратынын ұмытпаңыз. Сізге шыдамды болу керек. Атом әдеттер үлкен жүйенің бөлшегі саналатын ұсақ әдеттер. Атом молекуланың құрамдас бөлшегі болса, атом әдеттер үлкен өзгерістерді түсетін шағын бөлшектер іспетті. Үздік нәтижеге
шығарғыңыз келсе, мақсат қою дегенді ұмытыңыз, оның орнына жүйелі әдет қалыптастыруға назар аударыңыз. Көздеген мақсат айқындаған деңгейге көтерілуге тырыспаңыз. Жүйелі әрекетіңіз қалай жұмыс істейтінін ұғынуға үңіліңіз.